сұрақ дайындап барыңдаршы қыздар дегенді айтып жүрмін осы кездері. Кәдімгі емтиханға дайындалған сияқты бір сұрақтар болады ғой, бір немесе біз журналистпіз, бір интервьюға дайындалған кезде сұрақ дайындайтынбыз біз. Копать ететінбіз, бұл кісі қандай адам деген. Шынымен сұрақ дайындап бару көмектеседі деп ойлаймын. Өйткені сіз оған ең кемі бірінші дайындалып бардыңыз да, хотя бы. Ең как минимум бір базовый нәрсені орындап бардыңыз да, сосын сұрақтарыңызды қойдыңыз оған. Және ең ключевой сұрақ деп есептейтін нәрсе, оның бір өмірлік миссиясын сұрау керек. Сен жасы қазір қаншада, 20-да ма? Сіздер қаншадасыздар, 25-те ма? Өзіңді бір 40 жаста, 50 жаста қалай көресің өзі? Соған қалай жетпекшісің сен? Айта береді, бір машинам болған қалаймын, бірдеңкем болған қалаймын. Бәріміз қалай береміз оны? Любой адам айтады оны. Әлі мектепте оқитын балалар да айтады. Бірақ нақты жоспарын сұрау керек та. Жоспары жоқ адам бар ғой, жоспары жоқ жігіт, просто айтайын. Ол жоспары жоқ жігіт, өміріне жоспары жоқ жігіт. Ол сіз оның өміріне қосылайын деп тұрсыз ғой, еще оның өміріне. Ол қалай істейді оны? Ол әлі өзінің басын алып жүретін жігіт емес та әлі. Біздің қазақ жігіттерінде мынандай өкінішке қарай. Бара көреміз деген сөз бар еді біздің қазақта. Біздің жетісайда. Уақыт көрсетеді, бара көреміз. Бұйырған болар, жаңағы бірдеңке, әйтеуір. Не деп айту керек енді? Әйтеуір бір ертеңге сілтейміз да енді, көрейік та енді, ертең тусында деген сияқты, ертең кисінде өмір деген сияқты. Иә, кім бар, кім жоқ деген сөз бар, айтпақшы. Сондай сөз бар.